Қалайсыздар достар, бүгінгі жалпы обзорды максималды әдемі қылып сызып, потом түсіндіруге тырысамын. Бірақ бастамас бұрын обзорды мен өзім жалпы кішігірім дәстүр бойынша өзімнің саламды таныстырып кетейін. Бізде жалпы телеграм канал бар. Бұл жақта біздер сигналдар береміз, одан кейін мәліметтер жібереміз, одан кейін сол сигналдың нәтижелері, одан кейін қалай трейдер болуға болады, қалай жұмыстар атқаруға болады, осы жақта бүткіл информацияны саламын. Одан кейін мен де алысына телеграмға ссылка қалдырып кетемін, мынандай сияқты. Потом одан кейін мен өзім краткосрочный торговляны Bybit платформасында жұмыс жасаймын, оған да ссылка қалдырып кетемін деген сияқты. Одан кейін мен жалпы бір емес 4-5 биржада жұмыс жасаймын. Яғни жұмыс жасағанда торговля жасаймын. Но ең соның ішінде краткосрочный сделкаларға өзім Bybit платформасын пайдаланамын. Енді обзорға көшейік. Бізде жалпы бүгінге биткоин бағасы 94.152. Барлығы идеально қозғалып келе жатыр, біз ойлағандай. Алдыңғы обзорларды көріп жүрсеңіз, сізге өте барлығы түсінікті болады. Бізде цель қандай негізі? Бізде цель негізі 104 мың. Ал сатып алу бағаларына келетін болсақ, мен енді мына жерден 91 мың 200 бағаларынан ашуға тырысам. Егер осы жақтан импульс по-любому болады. Егер де мына жерде уровень бар, осы уровеньнің үстінде қимылдайтын болса, дальше жоғарыға қарай кетеді. Ал егер де мына жерде дұрыс нақты объем жинай алмайтын болса, былайна деген сияқты объем жинай алмаса, онда біздер мына жаққа дейін құлайтын боламыз. Ал мына жақта уже біздер не істейміз? 88-87 мың, осы примерно $1000 бар екен арасында. Енді крупный 87.300-ден сатып алса, өте жақсы баға негізі. Сатып алуға 104 мыңға дейін. Бізде қанша процент мына жерде? Так, мына жерде алатын болсақ 19%, өте жақсы. Мына жерден де алатын болсақ 14%. Екеуі де негізі жақсы позиция. Енді стоптардан астына былай қойып, сөйтіп жұмыс жасауға болады. Бірақ мына екі точка бізде сатып алуға өте жақсы бағалар негізі сатып алуға. Бізде цель негізі 104. Негізі неге 104 дейтініміз, бізде 104 мың цена, бұл өте шартовый уровень. Бұл жақтарда жалпы сатымшылар көп, сатушылар көп, яғни бағаның қайттан разворот төмен қарай құлауына ықпалдылық өте әсер етеді. Бізде потом одан кейін үлкендеу графикті ашайын. Төменгі цельдер бізде 65-63 сол бағалар. Яғни мына жақтан біздер егер де мынаның үстінде, яғни қозғалатын болса цельдер, онда біз жоғары қарай уже 130-ға дейін деп те айта аламыз, барады деп. Ал егер де ол 104 мыңға просто барып астында ойнайтын болса, қимылдайтын болса, мына жақтарда былайнан, ол кезде біз мына жақта құлайтын болады. Ол кезде уже біз 63 мыңды уже 90% мен өзім сендім бұл жаққа құлайтынына. Яғни бұл жерде ключевой цена 104 мың, яғни или 104 мыңнан оборот алады да жоғары қарай кетеді, или болмаса төмен қарай бізде 63 мыңға, 65 мыңға цель ашылатын болады. Одан кейін эфириум мәселесіне келейік. Эфириум жалпы көп адамдарды шаршатып отқан монета. Бірақ мен емес, өйткені менің ойымша барлығы план бойынша келе жатыр. Енді эфириумды қай жерден сатып алсақ болады, қай жерден сатсақ болады деген вопросқа келейік. Біздер эфириум бойынша 1700 өте сатып алу жақсы баға осы жерде дальше былайна бүйтіп накоплениелер жүру керек. Бізде уже 2300, даже 2400-де бізде ключевой уровеньдер осы жерде бар. 2400-ге дейін, яғни неше процент бар мына жерде? 46%, яғни 44% бар екен. Сары мен де белгілеп қойдым, 1582. Бұл да негіз жақсы уровень, бірақ енді ықтималлық бұл жаққа дейін бару өте аздау болып тұр. Бірақ егер құлап атса, мына жерден уже мына жаққа дейін 55%. Бұл кезде көптеу проценттер аламыз. Мына жаққа дейін. Всегда стоп-лосстар қойыңыздар. Риск менеджмент сақтап торговля жасаған дұрыс. Өйткені мына жерден қателессек те біз мысалы кішкене минус кетіп шыға салған дұрыс та, лучше астынан дұрыс бағадан кіріп үлкендеу процентті алған жөн. Мына жерде мысалға қанша процент стоп кететін болсақ, мысалы мына жерде бір 3-5% стоп кете салайық лучше. Мысалы қоймай торговля жасайтын адамдар бар ғой,
соларға айтарым, мысалы мына жерде мысалы 3-ақ% шықты, 3,5%. Лучше мысалға 3,5% минуспен шығып, мына жерден қайттан кіріп, мына жақтан сатсаң, сіз 46% аламыз. Ар жақтан 3% минусыңыз бар, общий депозитке келетін кезде сіз уже 43% плюста болады. Сондықтан всегда стоп-лоссты пайдаланған абзал. Абзал да емес, ол жалпы тұнып тұрған ереже бар емес пе? Сіз оны бұзатын болсаңыз, сіз ақшасыз қаласыз. Вот ең нәрсесі. Одан кейін уже сіз торговляңыз жүйелі болмайды. Сондықтан всегда стоп-лосспен торговля жасауға тиіссіз. Потом S&P 500-қа келейік. S&P 500-та қарасаңыздар, былай белгілеп қойғам мына жерге дейін, потом былай деп белгілеппін. Енді мына жердегісін келіп тұр. Енді бұл қалай болады? Мынаны былай қоя тұрайын. Енді бұл қалай болады? Астыға былай жұмыс жасайды, былай накопление жинайды да, не істейді? 6055-ге баратын болады бізде. Цель 6055. Яғни 6055-те бізде сатымшылар көп. Мен ойлап отырмын, S&P 500 максимумды қиятын шығар деп. Для подтверждения қиятын көп, кешіріңіздер. 6055-те жалпы шартау өрген. Бірақ мұнда қию ықтималығы меніңше жоғары болып тұр. Бізде одан кейін цель 6782. Одан кейін мен жалпы тағы тон монетасын айтып жүрген бұрыннан. Яғни сатып алуды нені деген сияқты. Мен тон монетасын өзім 1.82-ні күтіп отырмын. Яғни мына жерге дейін құлау керек. Мына жерден бастап біздер не істейміз? Крупный бағаларға, суммаларға мен өзім сатып алатын боламын. Бірақ соның өзінде де мен депозитімнің 3-5%-ын ғана арнаймын. Ол крупный деген ойлайды адамдар 50% деп. Ондай емес. Мен өзім депозитімде мысалы $100,000 болма, мен $3,000 сатып алып қоямын. Все болды. Келесі мысалы торговлялар жасап атам, осыны идеялар айтам, тағы сондай 3, максимум 5%-ға сондайға сатып аламын. И сөйтемде оларды средний сроктарға 6 айлап, 1 жылдап күтемін оларды. Ал мына мен айтып атқан торговлялар, мысалға каналға беріп атқан, мысалы қандай торговля, мысалға SUI деген сияқты, одан кейін мына LCH деген торговлялар, олар краткосрокты торговлялар. Яғни бүгін сатып алдым ба, 2-3 күн или 1 аптаның ішінде сатам, или 1 күннің ішінде сатам деген сияқты сондай торговлялар. Оларға уже кішкентай ақшалармен кіретін боламын. Депозитімнің 0,5%-мен ғана олармен торговля жасаймын. Вот сондай. Жалпы всегда баспен ойланып, риск менеджмент сақтап жұмыс жасаған абзал. Одан кейін цель бізде мынаны 1.83 сол сияқтан сатып алатын болсақ, цель бізде мына 4.2, 4.7 даже. Қарасаңыздар 163% беріп тұр мына жерде, 163% өте жақсы. Яғни бұны 3-4 айлап күтесіздер. 163% өте жақсы пайдалардың бірі. Бірақ бұдан да төмен құлап кетуі мүмкін. Сондықтан сіздер не істейсіздер? Бұл алдағы мысалы сатып алып жатқан нәрсені қалай пландайсыздар? Ұзақ мерзімге. Яғни сіз сатып алғаннан кейін бұны минималды 6 айлап, 7 айлап ұстау мақсатында ғана сатып алуды көздейсіздер. Ал одан төмен 1-2 күн не болатын болса, ол кездерде қиындау болады. Онда сіздің шамалы жұмыс істеу принципіңіз қиындау деген сияқты сондай. Жалпы баспен ойланып шешім қабылдаған жөн. Бүгін жалпы биткоин жайлы, эфириум, S&P 500 тон жайлы айттым. Қалған монеталарды болашақта жалпы қосатын болам. Яғни алдындары мен Shiba монетасын қосқам, XRP монетасын қосқам, Kava деген сияқты. Егер де сізге басқа да мәліметтер, басқа да монеталар бойынша қызық болатын болса, комментарийға или телеграмға жазсаңыздар болады. Мысалы, осыны обзорға қосасыз ба деген сияқты. Солар бойынша дәлше алдағы уақытта жұмыс жасайтын боламыз. Барлықтарыңызды профитпен шығуларыңызға тілектеспін. Пока-пока.